Саламатсыздар ма, құрметті достар? Біздер бүгін 5-ші сыныптың математикасындағы бөлшектерге қолданылатын арифметикалық амалдарға байланысты есептерді шығаруды жалғастырамыз. Осы тақырыптағы есептердің ішіндегі бір күрделі есепті шығарып көрейік. Ал ендеше достар, қазір 659-шы есепті шығарып көрейік. 659-шы есеп есептеңдер деген. Яғни бұнда өте күрделі бөлшек. Оны былай жазайық. Алымының бөлімінде деп айтамыз ба? Әйтеуір үстінде алымында өрнек былай 4-тен 3, алу 3-тен 2. Оның алымы 1-ге тең. Бөліміндегі бөлшектің алымы 6, бөлімі 10-нан 9 қосылған 5-тен 3. Осы өрнекті шығару үшін біз алдымен басқа бір парақ алайық. Осы параққа алымын бөлек есептеп көрейік. Алымы 4-тен 3 минус 3-тен 2 бөлімі алымы 1. Осы өрнекті шығарып көрейік. 4 пен 3 бөлім, ортақ бөлім 12 болады. Яғни 12-ден 4-ті 3-ке өтеміз, алымында 3-ке өтеміз, 9 аламыз. Мына бөлшекті 4-ке өтеміз, алымында бөлімінде 12-ден 8. Алымы 1 күйінде қалады. 12-ден 1 бөлімі, алымы 1. Енді осы 12-ден 1 бөлімі және 1 алымы деген бөлшекті біз бөлу амал түрінде жазып көрейік. 1 бөлу 12-ден 1. Сонда 1 көбейту 12 болып шығады. Неге десең 12-ден 1-дің кері саны 1-ден 12 болады. Ол 12-ден. 12. Бөлімі. Яғни мына бөлімді есептейміз қазір. Алымы 6, 10-нан 9, қосу 5-тен 3. Осының бөлімін есептейміз қазір. 10 мен 5 бөлімдері. Бұның ортақ бөлімі әрине 10. 10-нан 9 қосу 2-ге өтеміз мына бөлшектің алымын бөлімін. 10-нан 6. Алымы 6. Алымы сол күйінде тұра берсін. Бұл жерде 10-нан 15. Алымы 6. 10-нан 15-ті біз қысқартып жіберейік 5-ке. Сонда 2-ден 3 болады екен. Енді 6-ны 2-ден 3-ке бөлеміз. 6 көбейтілген 3-ден 2. Осы жерде 6 мен 3 қысқарады 3-ке. 1, мұнда 2. Жауабы 4 болады. Көрдіңіздер ғой. Мұнда 12, мұнда 4. Сонда мұн жерде мұна алымында өрнек 12-ге тең, бөлімі 4-ке тең. 12-ні 4-ке бөлеміз 3. Есептің жауабы 3 екен. Екінші есебінде дәл сондай үлкен бөлшек 8-ден 1 қосылған 6-дан 1. Оның алымы 7. Бөлімі 3-тен 1 қосылып аламыз 9-дан 1. Алымы 2. Осыған 2,3-тен 1-ді қосамыз. Осындай өрнек. Енді мұны дәл банаға шешкеніміз сияқты алымын бөлек есептеп аламыз. Алдыңғы есеп. 8-ден 1 қосылған 6-дан 1 7 алымы.
8 мен 6 ортақ бөлім. 8-ден 1 мен 6-тан 1-дің ортақ бөлімі 24 болады. 8-ден 1-ді 3-ке көбейтеміз. Алма бөлімін. Ал 6-дан 1-ді 4-ке көбейтеміз. 24, алма 4. 7. 7 алма бөлімі 24-тен 7 болады. Енді 7 бөлу 24-тен 7 деген өрнекті шығарамыз. Ол 7 көбейтілген 7-ден 24 болады. 7-ден 24, мені 24-тен 7-нің кері саны. 7 мен 7 қысқарып кетеді. Онда 24-тің өзі қалады. Ал енді бөлімін есептеп көрейік. 3-тен 1 алынған 9-дан 1 алымы 2. 3 пен 9-ның ортақ бөлімі 9. 3-тен 1-дің алымы бөлімін 3-ке көбейтеміз. 3 алу 9-дан 1. Алымы 2 бөлімі 9-дан 2 болады. Енді 2-ні 9-дан 2-ге бөлу керек. Оны 2 көбейту 2-ден 9 деп жазаламыз. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда 9-дың өзі қалады. Енді міне достар, біз бана алымын есептедік, 24 болды. Бөлімін есептедік, 9 болды. Осыған 2,3-тен 1-ді қосамыз. 24 пен 9-ды 3-ке қысқартамыз. 8, 3. 3-тен 8 қосу, 2,3-тен 1-ді бұрыш-бұрышқа айналдырып жіберейік. 3-тен 7. Сонда 3-тен 15 болады. Ал оның жауабы 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады. Міне. Ал достар, енді 3-ші есепті шығарамыз. Бұл соңғы есеп. Тағы да үлкен бөлшек. Бөлім алымында 1 қосылған 3-тен 2-ден 1 қосу 4-тен 1. Міне осындай үлкен бөлшек, үлкен өрнек. Бөлімі 1 алынған 3-тен 1 қосылған 2-ден 1. Бұл бөлшектің алымы, бөлімі 5. Тең болады. Бұған тағы да солай алымы мен бөлімін бөлек есептейік. 1 сызып қояйық. 1 қосылған 3-тен 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. 1 қосылған. Алымында бөлшектердің ортақ бөлімі 4. 2-ден 1-ді 2-ге көбейтеміз. 4-тен 2. Алымында бөлімінде көбейтіп жатырық. Қосу 4-тен 1. Бөлімі 3. Алымы, бір қосылғанды ұмытып кетпейік. Алымы 4-тен 3, бөлімі 3. 1 қосылған 4-тен 3-ті бөлеміз 3-ке. 1 қосылған 4-тен 3-ті көбейтеміз 3-тен 1-ге. 3 пен 3 қысқарып кетеді. 4-тің өзі қалады. 1 қосу 4. Бұл бізге 5-ті береді. Яғни бұл банаға үлкен бөлшектің алымы болады 5. Бөлімін есептейік. 1 алу 3-тен 1 қосылған 2-ден 1 бөлімі 5.
3'ten 1 мен 2'den 1'дің ортақ бөлімі 6 болады. 3'ten 1'de 2 көбейтеміз алымның бөлімін. 2'den 1'de 3'e көбейтеміз. 6'dan 3. 1 алынған жазып қоямыз. 6'dan 5 болады алымы. Бөлімі 5 болады. 1 алынғанды жазып қоямыз. 6'dan 5 көбейтілген. Кешіресіздер. 6'dan 5 бөлу 5. 1 алынған 6'dan 5 көбейтеміз. 5-ке кері сан 5'тен 1 болады. 5 пен 5 қысқарып кетеді. 1 алынған 6'dan 1 болады. Енді 1 дегеніміз 6'dan 6 ғой. 6'dan 1 алғанда 6'dan 5 қалады. Міне достар, мына бана бөлімді есептеп таптық. 6'dan 5 болды. Енді бұл өрнекті ары қарай шығару үшін 5'ті бөлеміз 6'dan 5-ке. 5'ті көбейтеміз. 6'dan 5'тің кері саны 5'тен 6-ға. 5 пен 5 қысқарып кетеді. Сонда 6'ның өзі қалады. Міне достар, біз осындай бөлшектерге арифметикалық амалдарды қолдану тақырыбындағы күрделі есептерді шығардық. Ендеше сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де түсінбеген немесе басқа да ұсыныстарыңыз болса, астына комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналымызға жазылыңыздар. Біз әлі де талай есептер шығарамыз сіздермен бірге. Ендеше достар, келесі кездескенше.